Жо, адамдар визуализация жасайды, өте көп аффирмация айтады, бірақ нәтиже жоқ. Неге армандары орындалмайды, қалай ойлайсыз? Себебі ол адамның ойында негативті ой бар. Мейлі 500 рет, мейлі 1000 рет визуализация жасап, аффирмация айтса да орындалмайды. Өйткені басыңыздағы негатив бүкіл денеңізді, бүкіл ойыңызды кері тартып тұрады. Яғни айтып жатқан аффирмацияңызға, жасап жатқан визуализацияңызға бір ғана негативті ой қарсы шығады. Бұл негативті ойдан қалай құтыламыз? Оның шешімі қандай? Не істеу керек? Нәтижесін 100% беретін дәлелденген амалдың бірі шүкіршілік айту. Сіз шүкіршілікті жан тәніңізбен сезіну керексіз. Шүкіршілік айтқан кезде көзіңізге еріксіз жас келеді, немесе денеңіз тітіркеніп кетеді. Денеңіз тітіркеніп немесе жылаған сәтіңізде, денеңізде 1200 нейрондық клеткаларыңызда химиялық реакция жүреді. Бұл дәлелденген зерттеу. Күніне 24 сағаттың тек қана 10 минутын шын жүрегіңізбен сезініп шүкіршілік айтып көріңіз. Күніне 1200 нейрондық клетка қалыпқа келіп отырады. Бір айда 3600 клеткада реакция жүреді. Бұл дегеніміз ойыңызға жаңа идеялар келеді, энергияға толы боласыз, миыңыз тынығады. Ең бастысы жүрегіңіз тыныштық табады. Шүкіршілік айтуды дәл қазіргі жағдайыңыздан бастаңыз. Көзіңіз бар, көре аласыз, ести аласыз, шүкір айтыңыз. Күніне 10 минут жеткілікті. Нәтижесіне өзім кепілдік беремін.